Армысыздар, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Шұғла Сұлтан Махмудова. Алдымен аңдатпаға кезек берейік. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Қазақстан Халқы Ассамблеясының кезекті 31-ші сессиясы өтті. Бұл ретте семейліктер де өз пікірлерімен бөлісті. Қалалық мәслихат депутаттары былтырғы жылы жөнделген жолдар мен қалпына келтірілген аумақтарды аралады. Қазірде бүлінген жолдарда қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Ынтымақ достық кепілі. Қаламызда 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні аталып өтуде. Елімізде конституциялық өзгерістерге қатысты референдум өтеді. Бұл туралы бүгін Қазақстан Халқы Ассамблеясының 31-ші сессиясында мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ұсыныс жасады. Әзірленген түзетулердің тарихи маңызы бар. Біз мемлекеттігіміздің даму жолындағы жаңа кезеңге қадам басқалы тұрмыз, деді президент. Әуелде ата заңға енгізілетін өзгертулерді парламент қарайды деген жоспар болған. Алайда ауқымды әрі маңызды өзгерістер ел болашағына айрықша әсер ететіндіктен референдум өткізу дұрыс шешім, деді президент. Жалпы халықтық сайлау арқылы еліміздің әрбір тұрғыны мемлекеттегі маңызды өзгерістерді жүзеге асыруға тікелей өзі қатыса алады. Осылайша жаңа Қазақстанды құруда ешкім шет қалмайды. Еске сала кетсем, осыған дейін Конституцияға енгізілген 4 түзетудің бәрі парламентте дауыс беру арқылы өткен. Алғаш рет конституциялық реформа тікелей жалпы халықтық дауыс беру арқылы жүзеге асырылғалы отыр. Ал тәуелсіз Қазақстан тарихында жалпы халықтық референдум 2 рет өткізілді. Екеуі де 1995 жылы болған еді. Бұдан бөлек сессия отырысында президент қазіргі геосаяси ахуалға тоқталды. Қазір елімізге іштен сырттан төнген қауіп көп, әсіресе арандатушылар тарапынан. Оған қарсы тұрып, мызғымас бірлікті сақтау жолында ассамблеяға артылар жүк көп. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен өткен ассамблеяның бұл жолғы жиыны ел бірлігі жаңарған Қазақстанның тірегі күн тәртібімен жүргізілді. Сессия 2 күнге жоспарланған. Бірінші күні 3 секциядан пікірталастар өтті. Алғашқысы ұлт келешегі және Қазақстан халықтар ассамблеясын жаңғырту болса, екіншісі халық бірлігі, білімнің, мәдениеттің және азаматтық қоғам мен бұқаралық медиа институттардың рөлі, және үшіншісі Қазақстан халқы ассамблеясының жастар сессиясы деп аталады. Осы ретте семейліктердің қосатын өз пікірлері бар. Выступление главы государства на... Мемлекет басшысының Қазақстан халықтар ассамблеясы сессиясының отырысында сөйлеген сөзі оның жаңа Қазақстан жаңару мен жаңғыру жолы атты Қазақстан халқына жолдауының жалғасы деп санауға болады. Бұл ел дамуының болашағы көрсетілген өзіндік саяси манифест секілді. Жаңа Қазақстан дегеніміз бұл әділ Қазақстан. Бұл жалпыұлттық бірегейлікті нығайту, рухани бірлік, жалпыұлттық келісім, қоғамдық және жалпы саяси плюрализмге жол бермеу, билік пен қоғам арасындағы диалог. Бұл жаңа мемлекеттік модель. Мұның барлығы Конституцияға жаңадан енгізетін түзетулерде айтылады. Бұл маңызды саяси оқиға, сондықтан бізге референдум қажет деп ойлаймын. По поводу референдумға қатысты айтатын болсам, еліміздің заңына түзетулер енгізу бұл үлкен қадам деп есептеймін. Көптеген жылдар бойы халық Конституцияның өзгертулеріне қатыспай келді. Бұл алға қарай жылжыған революциялық қадам деп ойлаймын. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өзінің жаңа Қазақстан жаңару мен жаңғыру жолы жолдауында еліміздің негізгі заңына енгізілген өзгерістерді жариялады. Конституцияға енгізілген түзетулер бір қатар маңызды қайта құруларды көздейді. Тілшілеріміз Конституциядағы өзгерістерге қатысты заңгерлердің пікірін білген еді. Президенттің Қазақстан халқына үндеуі үкімет үшін бағдарламалық құжат. Жолдауда Конституциядағы өзгерістер туралы айтылды. 29 наурызда мемлекет басшысы Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі жұмыс тобын құру туралы жарлық шығарды. Бір ай ішінде топ өз жұмысын аяқтады. Қазіргі уақытта өлім жазасын жою туралы шешім Конституцияда бекітілді. Президенттің, есеп комитеттің, Конституциялық кеңестің өкілеттіліктеріне қатысты өзгерістер енгізілген. Заң ғылымдарының докторы Майгүл Матаеваның айтуынша, бұл азаматтардың толықтай мемлекет қорғауында екендігін сезінулеріне мүмкіндік береді. Бұрын Конституциялық сот деген орган 93 жылғы Конституция бойынша болған. Мемлекетімізде 1 жылдай жұмыс істеді, бірақ кейіннен суперпрезиденттік мемлекетке айнала бастағаннан кейін Конституциялық сот орны Конституциялық кеңес орнына ауыстырылды. Бұл орын
кішкене жұмсақтау орын болды. Сондықтан қазіргі кезде демократиялық жолда жүреміз дегеннен кейін Конституциялық сот орны ашылып, Ол 11 судьядан тұрады. Оның ішінде төраға мен 4 судьяны Сенаттың келісімен президент тағайындаса, 6 судьяны Сенат пен мәжіліс тағайындайды. Конституциялық сотқа қарапайым азаматтар да бас прокурор немесе адам құқықтары жөніндегі уәкілде жүгіне алады. Яғни бұл тепе-теңдікті сақтауға ықпал етеді. Ал тұңғыш президенттің өкілеттілігі туралы заң жаңа конституциялық түзетулер қабылданғаннан кейін күшін жояды. Аса маңызды мәселе бүкіл Қазақстан халқын қазір толғандырып отыратын мәселе бұл тұңғыш президент туралы мәселе. Тұңғыш президент туралы, оның мәртебесі туралы Конституциядағы 46 баптың 4 тармағы және 91 баптың 2 тармағында көрсетілген бұл баптар алынып тасталады. Бірақ Конституцияда тұңғыш президенттің тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы ретінде тарихи рөлін сипаттайтын ереже қалады. Естеріңізге сала кетейік, түзетулер әлі де Конституциялық кеңесте қаралуда. Бақытгүл Қазес, Эльмира Жүрсінбекқызы, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы. Бүгін Бақытжан Баяхметовтің төрағалығымен өткен жиында қала инфрақұрылымын дамыту жөніндегі бірқатар маңызды мәселелер қаралды. Оның ішінде тарихи мәдени мұра нысандарын сақтау бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар талқыланды. Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің жетекшісі Назерке Аққожинаның айтуынша, қалада апаттық жағдайдағы ғимараттарды қалпына келтіру бойынша жұмыстар жоспарлануда. Қалпына келтіруді қажет ететін нысандар қатарына бұрынғы қыздар гимназиясының ғимараты, Найманбаев көшесіндегі бұрынғы көпестер үйі мен орталық телеграф ғимараты, Арбатта орналасқан 1900 жылы салынған қазіргі Бинар қонақ үйінің ғимараты бар. Олардың барлығын қалпына келтіру бойынша жұмыстар кезең-кезеңмен жүргізіліп жатыр. Қаламызда 67 тарих және мәдениет ескерткіші тіркелген. Оның ішінде 34-ті сәулет және қала құрылысы ескерткіші, 17-сі монументалды өнер ескерткіші, 16-сы тарих және археологиялық ескерткіштер болып бөлінеді. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрінің келісімі бойынша Семей қаласындағы тарихи мәдени мұра объектілерін сақтау жөніндегі жол картасы бекітілген болатын. 21 жылға бұл жол картасына 9 тарих және мәдениет ескерткішін жөндеу қалпына келтіру кірген болатын, алайда облыстық бюджеттен қаржыландырудың болмауына байланысты бұл 9 нысан биылғы 2022 жылға ауыстырылды. Сондай-ақ жолаушылар автокөлігі және автокөлік жолдары бөлімінің жетекшісі Ерлан Валиевтің айтуынша, биыл қала бойынша 62 көшеде орта жөндеу жұмыстары жоспарланған. Осы ретте қала әкімі Бақытжан Баяхметов жолаушылар жүретін тротуарлардың сапасына мән беруді тапсырды. Жиын барысында көктемгі дала жұмыстарына дайындық мәселесі талқыланып, қолға алынған іс-шаралар пысықталды. Семей қалалық мәслихатының депутаттары былтырғы жылы жөнделген жолдар мен қазір қалпына келтіріп жатқан аумақтарды аралады. Жауапты сала өкілдері атқарылып жатқан жұмыспен таныстырды. Толығырақ келесі бейне материалда. Былтыр жөнделген жердің бірі Мичурин көшесінің бойындағы жол. Бір жыл өтпеген аумақтың жағдайын бақылауға қалалық мәслихат депутаттары мен жолға жауапты мамандар барды. Мамандар жолдың кей бөліктерінде жарықтардың пайда болғанын байқап, мердігерге хабарлама жіберген. Мичурина көшесі бойынша капиталды жөндеу жұмыстары жүргізілді. Мердігер ТО Семей жолдары. Қазіргі уақытта біздің атымыздан оларға хабарлама жіберілді. Кепілдік міндеттемелеріне сәйкес көрсетілген дефектілерді жою туралы. Аталған көше 2014 жылы басталған, жөндеу жұмыстары 2019 жылы жұмыстар аяқталып, эксплуатацияға енгізілді. Дулатов көшесіндегі жаяу жүргіншілер жолының жағдайы жаман емес. Депутаттар Қарағайлық шамауданында жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстарының барысын байқады. Сонымен қатар былтыр жөнделген Дальний аудандағы Омская көшесіне барып, қыстан кейінгі жағдайын көрді. Бұл көшені жөндеген мердігер ұйым өз жұмыстарының сапасына кепілдік беретінін айтты. Көше тұрғындарының да арыз шағымы жоқ. Жол сапасы тұрғындардың көңілінен шығады. На данный момент находимся на 4-й Омской улице. Біз дәл қазір 4-ші Омская көшесінде тұрмыз. Бұл жерге құм төселді, және де жолға қажетті қоспаның барлығы жайылған. Бұл көшедегі тұрғындардан бұрын арыз көп болатын. Осы көшемен жүру мүмкін емес еді.
Біз жөндеу жұмыстарын аяқтадық. Тұрғындардың көңілінен шыққан сияқты. Енді жылдағыдан қарағанда жақсы биыл. Мына засипкіден кейін жолдың бәрі нормальный болды. Ал жылда ойлы бой шұңқыр болатын. Биыл нормальный, быстро сухой болды, мына жердің бәрі кеуіп кетті жылдам. Засипкіге жалыбы жоқ, жалыбы жақсы. Қазына қаржысына жөнделіп кепілдік мерзім аяқталмай жол бүлінген болса, мердігер қайта жөндейді. Өкілетті билік пен халықтың тарапынан ұдайы бақылау жасалып отырса, олқылықтың орнын шешуде жылдам болмақ. Целью нашей сегодняшней поездки это как содержание дорог. Бүгінгі жолдарды тексерудегі мақсат жолдарды сақтау, жай күйін қалыпқа келтіру болып отыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай қала шаң басып тұр. Бұл мәселе бойынша да әкімшілік топ қызмет атқару керек. Қашанғы шаңда өмір сүреміз, ол уақыттар өтті. Енді қаламыздың таза келбетін сақтауымыз қажет. Бұл біздің, яғни депутаттардың бақылауында болады. Қазіргі таңда облыс мәртебесін беріп жатыр. Осы кезде бізде жұмыс жасауымыз керек. Қазір біз жай қала емеспіз, тазарған қала болуымыз керек. Халық қалаулылары Мичурин, Омская, Дулатов, сондай-ақ Қарағайлық шам ауданындағы жол жөндеу жұмыстарымен толық танысты. Аталған орындарға жауапты мердігер ұйым алдағы 2 айда белгіленген жұмыстарды толығымен аяқтап, қолданысқа берілетінін жеткізді. Депутаттар жол жөндеу жұмыстарын қадағалап, үнемі назарда ұстайтындарын айтты. Ақжігіт Абзалбекұлы, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы. Ғылыми зерттеулермен ауыл шаруашылығы және ветеринария саласының дамуына елеулі үлес қосқан профессор Зейнолла Тоқаевтың құрметіне Шәкәрім атындағы университет жанынан мамандандырылған кабинет ашылды. Қазақстан ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі, профессор білім беру ісінің құрметті қызметкері Зейнолла Тоқаев 70-тен астам ғылыми еңбектің авторы. Ұзақ жылдар Семейдегі Завет институтының ректоры қызметін атқарды. Білім ордасынан ашылған кабинет дәріс оқу мен практикалық сабақтарға арналған қажетті құрылғылармен жабдықталған. Білім беру мекемесінің ұжымы қаладағы құрметті адамдардың атына кабинеттердің ашылуы өскелең ұрпаққа үлгі екенін атап өтті. Салтанатты шараға қала әкімі Бақытжан Баяхметов қатысып, ветеринария ғылымдарының докторы профессор Зейнолла Тоқаевты құттықтап, кабинеттің алдағы уақытта оқу орнының ұжымы мен студенттердің игілігіне қызмет ететініне сенімін білдірді. Байқайым, әр ұжым, оның үстінде енді бүгінгі Шәкәрім атындағы университет соны ертеден сезгендей, бұрынғы ұлттық құндылықты, өткендерді түгел еске алып, ертеден қызмет етіп, өз үлестерін қосқан ұстаздардың есімімен атаулы оқу бөлмелерін ашып, одан кейін ол кісілердің мерейтойы болатын жағдайда соған арнап конференция ашсын деген ұсынысын ғылыми кеңеске берген. Сол ғылыми кеңес осының ұсынысын бір ауыздан қолдап, міне содан бері қарай университетте қазір енді дәстүрге айналып келе жатыр. Осындай іс-шаралар артуда күннен күнге. Әлихан Бөкейхан университетінде цифрлық құзыреттілікті қалыптастыру және социал медиамен жұмыс жасау дағдыларын дамыту тақырыбында семинар өтті. Оған 50 педагог қатысты. Спикерлер ретінде әлеуметтік және медиа саласының өкілдері шақырылды. Цифрлық құзыреттілікті қалыптастыру және әлеуметтік медиамен жұмыс жасау дағдыларын дамыту. Осындай тақырыпта Әлихан Бөкейхан университетінде семинар өтуде. Оған қала мектептерінен 50 педагог қатысуда. Бұл оқытушылар мектептердің әлеуметтік желідегі парақшаларын жүргізуге жауапты. Семинарды білім бөлімінің қолдауымен Әлихан Бөкейхан университеті ұйымдастырды. Қазір бір күн өткіземіз, бүгін одан кейін бізде онлайн үй тапсырмасы ретінде онлайн шараларымызбен тапсырма алмасамыз. Бұның ең басты мақсаты әлеуметтік желілердегі активность дейміз ғой, белсенділікті арттыру, одан кейін сауатты ақпараттарды жеткізу. Семей қаласының білім бөлімімен бірге қолдау арқылы ұйымдастырылып отырған іс-шара. Жалпы бұл шараға бүгін қаламыздағы 50 мектептен сол 50 мұғалімдер қатысып отыр. Семинар біліктілікті артыру курсының бір түрі. Спикерлер ретінде әлеуметтік және медиа саласының өкілдері шақырылды. Мобилографтар, таргетологтар, СММ маркетинг мамандары жұмыс істейтін алаңдар ұйымдастырылды. Қатысушылардың айтуынша, олар дамыған технологиялар әлемінде қажет көптеген жаңа ақпараттар алған. Бүгін міне Әлихан Бөкейхан университетінде бізге семинар өткізіп жатыр. Бұл семинарда жаңағы ақпаратты қалыптастыру бойынша қандай жаңағы интернет желісі арқылы қандай сайттарда жұмыс
атқаруға болады. Міне осындай керемет семинар өтіп жатыр. Бізге ұнап жатыр. Келгенімізге өте қуаныштымыз. Осы Әлихан Бөкейханов атындағы университетте жаңағы семинарды өткізіп жатқан адамдарға көп рахметімізді айтамыз. Семинар барысында қатысушыларға цифрлық құралдарды пайдаланудың маңыздылығы, ақпаратты сауатты берудің ерекшелігі және әлеуметтік желілерде дизайнды пайдалану туралы айтылды. Онлайн форматта 5 күн өтетін семинар жалпы 36 сағатты құрайды. Шара соңында қатысушыларға сертификаттар беріледі. Бақытгүл Қазез, Эльмира Жүрсінбекқызы, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деп Абай атамыз айтқандай, отанымыздың жеңісті әрі жемісті күндері ынтымағымыздың арқасы. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Еліміздегі барша ұлт өкілдеріне ортақ бейбітшілік пен келісім күні. Осы орайда Семей өңірі де мерекені атап өтуде. Қаламыздағы нөмірі 12-ші кітапхана бөлімшесінің балалар бөлімінде ынтымақ достық кепілі атты ұлттық мерекелік кеш өтті. Оның барысында әртүрлі ұлт өкілдері өз өнерлерін ортаға салды. Шара Қазақстан халықтарының бірлігі күнімен қатар еліміздегі балалар жылына да орайластырып отыр. Мақсат жас ұрпақты ынтымақтастыққа, достыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу. Бүгін осы халқымыздың бірлік күніне арнап ынтымақ достық кепілі атты мерекелік кеш ұйымдастырып жатырмыз. Бұл кештің мақсаты Қазақстан халықтар бірлігі күнін жас ұрпаққа осы күннің ерекше екендігін түсіндіру, достар арасындағы бірлікті насихаттау мақсатында осы шараларды өткізіп жатырмыз. Бүгін біз өзіміздің қандас бауырларымызды осы атаулы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Достығымыз берік, бірлігіміз ажырамасын. Мерекелік шараға қаламыздағы достық үйінде орналасқан татар, неміс, орыс, украина, шешен ұлттарының өкілдері шақырылды. Әр қайсысы өз өнерлерін көрсетіп, Қазақстан жерінде бірлік пен татулықта өмір сүріп жатқан ұлттардың достығын насихаттады. Барша қазақстандықтарды Қазақстан халықтарының бірлігі күнімен құттықтаймыз. Шановні друзі, вітаю вас з Днем єднання народів Казахстана. Бажаю всім щастя, миру, здоров'я, процвітання Казахстану. Мен Украина жерінде дүниеге келдім, бірақ бүкіл саналы өмірімді Қазақстанда өткіздім. Менің ойымша қазақтар ең мейірімді халық. Егер барлық халықтар қазақ халқы сияқты мейірімді болса, онда жер бетінде ешқандай соғыс болмас еді. Барлығына жақсылық, бақыт тілеймін. Мереке құтты болсын. Ұлт пен ұлыстың ынтымағын дәріптейтін бұл мерекенің қадір қасиеті жоғары екені анық. Себебі тарихтың сан қилы сын сағаттарында қазақ жерін паналап келген өзге ұлт өкілдері бүгінгі күні бір үйдің баласындай туыс бауырға айналды. В день единства народов Қазақстан халықтарының бірлігі күні баршаңызға құрмет пен түсінік, шынайы қарым-қатынас пен ынтымақтастық тілеймін. Әр халық өз ұлтына қарамастан өзі өмір сүретін елі мен жерін жақсы көреді. Сондықтан әр адам бойында патриоттық қасиетіміз жоғары болсын. Поздравляем всех с днем. Баршаңызды 1 мамыр бірлік күнімен құттықтаймыз. Барлығына жақсылық және амандық тілейміз. Guten Tag, liebe Damen und Herren. Wir, die Vertreterinnen des Zentrums Wiedergeburt, gratulieren Ihnen zum Tag der Einheit und wünschen allen alles Gute, viel Gesundheit, Frieden, Sonne und schönes, günstiges Leben. Шара соңында ұлттық мәдени орталықтар өкілдеріне кітапхана ұжымы атынан құрмет грамоталары табысталды. Мерекелік кеш соңында жиналғандар Қазақстан бірлік пен татулықтың мекені атты көрмені тамашалады. Айнұр Қасым, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы. Наурыз мейрамы елімізде кең көлемде аталып өтіледі. 22 наурызда басталатын мейрам бір ай бойы тойланады. Сондай іс-шаралардың бірі Назарбаев зияткерлік мектебінде өтті. Толығырақ алдағы сюжетте. Халқымыз ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамына қашанда ерекше мән берген. Өйткені наурыз көктем мен жаңару мерекесі. Дәстүр бойынша ұлыстың ұлы күнін шаһарымыздағы Назарбаев зияткерлік мектебі сән салтанатпен атап өтті. Арнайы ұйымдастырылған мерекелік қойылымда оқушылар мен ұстаздар өз өнерлерін ортаға салды. Ай мен күн теңеліп, мерекенің басты қонағы Қыдыр ата жиналғандарға бірлік, татулық тіледі. Ал мектеп оқушылары ән шырқап, би биледі. Ұлттық аспаптарда ойнады. Бүгін енді біз өзіміздің халқымыздың дәстүрлі мерекесі Наурыз мейрамын тойлап отырмыз.
мұны сәуір айының аяғына тойлап отырған себебіміз біздің мектептің оқу жоспары бойынша наурыз айының аяғы өте жаңағындай күрделі, балалар 90-да аяқтау керек. Сонымен қатар ауа райына байланысты, сонымен қатар мына біздің халқымызда наурызды 40 күн тойлайды дейді ғой. Сол қағидаларды еске ала отырып, бүгін біз наурыз мерекесін тойлаудың бүгін сәт түсіп отыр. Назарбаев зияткерлік мектебі ұлыстың ұлы күнін жыл сайын дәстүрлі түрде атап өтеді. Бұл жолы мектеп қауымдастығы аулада киіз үй тігіп, ұлттық тағамдар қойылған мерекелік дастархан жайып, көпшілікке наурыз дәмін ұсынды. Енді халқымыздың негізгі тойы наурыз дегеннің өзі жыл басы деген сөз. Осы наурыз тойын жасап отырған ұжымға рахметімді айтамын. Осы наурызды бізге көрсетіп отырған ұжым халықтың дәстүрін, қазақтың неше жылдан келе жатқан дәстүрін 83 жылдан деп айтады. Осы дәстүрін ары қарай жалғастыра берейік. Осы ұрпақтарымыз осы наурыз тойын тойлай берсін. Шара барысында мектеп оқушылардың қатысуымен елімізде береке бірлігі жарасқан түрлі ұлт өкілдерінің ауылдары ұйымдастырылды. Олар қонақжайлық танытып, бір-бірін қонаққа шақырды. Ұлттық ойындар ойнап, ұмыт болып бара жатқан дәстүрді жаңғыртты. Бүгін біз мектебіміз болып, ұлыстың ұлы күні, наурыз күні тойлап жатырмыз. Бұл жерде жай қазақтар емес, барлық осы Қазақстанда мекен ететін бүкіл ұлттарды бір шаңырақ астында жинау мақсатында осындай форматта өткізіп жатырмыз. Біз өзіміз міне мысалы татар ауылы болдық. Бұл жерде орыстар да, ұйғырлар да, қырғыздар да, өзбектер де бәрі бар. Яғни осы арқылы біз наурыздың 1000 жылдық тарихы бар наурызымыздың бүкіл ұлтқа ортақ мереке екенін насихаттаймыз. Жыл өткен сайын наурыз мейрамы елімізде мекендеген бүкіл халықтың, ұлт пен ұлыстың сағынып күтетін ортақ мерекесіне айналып, жаңа мазмұнмен, жарасымды сән салтанатымен түрлене түсуде. Аслан Ертісбаев, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы. Бізге келіп түскен жаңалықтар легі осы, амандықта жүздескенше.